Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Махакезі. Достар, бүгін біз Майнкрафтта Let's Play'іміздің екінші бөлімін түсіретін боламыз. Ал ендеше кеттік. Ал достар, біз бастаймыз. Мен бұл стилерді сразу шығара алман. Себебі десеңіздер, әрине телефон анамдікі, сондықтан тез шығара алман. Бүгін бізде серияда, қазір біз не істесек болады екен. Білмейтім, бүгін үй салсақ бекен, мәріні ағаштар бар. Мен білмейтім, не салсам екен, достар. Үй салайық, достар. Үй салайықшы, осы серияда үй саламыз. Ендеше, достар, үй салды бастайық. Ал, достар, біз ең алдымен песок керек терезеге. Песоктар жиналамыз, осылай, кеттік. Бір песокты күйдіргенде төрт терезе масындай болуы мүмкін шамамен. Осы видеоға достар нормально жинап тастасаңыздар көп лайк, келесі серия шығарамын. Окей, кеттік. Бізде көмір бар ма екен? 23 көмір екен, жарайды. Біз немізді күйдірейік. Песок саламыз түген. Мынаған 2-3 қоямыз болды. Ал біз жинаймыз, кеттік. Мына ағаштарды жинайық берейік. Ал достар, мен нормальный ағаш жинап алдым. Енді біз үйді қай жерге салсақ болады? Дәл осы жерге салатын сияқтымыз. Өте кең екен. Әлде мияққа салсақ бекен, мияқты жерді көрейікші. Окей, жинайық осындай. И біз жарайды осы жерге саламыз. Кеттік. Ал достар, осы видео көп лайк жинап тастасаңыздар не шығарам, келесі бөлім. Және жақсы комментарий қалдыңыздар. Бүйтіп нота плей сияқты бүйтіп тақтан естеймін арасында сөйтіп, достар. Ал достар, біз үй салуымызды бастайық. Біз мына жерді тазарту керек екен. Ойбай, жұмыс көп кеттік. Ал достар, біз алдық, күрек жасалдық. И біз мына жерді тазалайық, кеттік. Біз бұны бұлай аламыз, мынаны бұлай кеттік. Окей, бүйтіп тазартып жайлап аламыз, И осындай не тазартсақ жарайды бізге. Осындай кішкене үлкейт. Болды, осы нормально бізге. Окей, кеттік. Біз бастайық үй салуымызды. Бұлайнан біз бұлайнан еше блок білмедім, алып кеттік, салай берейік. Мына жерге бұлай саламыз. Достар, осы үйден екінші қабатын салсын десеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Кеттік. Біз осындай кішкене шамалы қалдырамыз. Мен кәсім мына жерден саламын. Мына жерде бүйтіп сала берейік. Ана бөлек болып тұра берсін. Кеттік. Мен осылай саламын. Мен осы жерден бітірем. Бұны бұлай саламыз ендігі кезекте. Тағы қандай нелер салайын, комментарий жазыңыздар, барлығыңызды оқимын комментарийді. Кеттік. Ендігі кезекте біз мына полды саламыз. Мен мынадай сары ашық түсті ағаштармен береді. Осыны полды салып шығамыз, достар. Ал достар, мен осылай салдым, мына жетпей қалды, өкініш көрейік, қазір мен жинап алғанмын. Окей, кеттік. Осы жерден былай сала берейік, тағы осылай салып, и терезенің орнына саламыз. Уже терезелер дайын болып қалған шығар. Достар, сізге салдым, көрсете берейін бүйтіп. Опа, естіп саламыз. Бұл үйді сықылдырып саламыз, кішкене алда уақытта өзгертеміз әлі. Көп болады, достар. Енді менде каналда неше подписчик. 3 ба, сондай болды. Көп рахмет, достар.
Мұндай видеоларды қымбат қылып достар. Ал достар, мен осылай салып жаттым. Енді толық бітірген соң түсірсем солай сияқты, өйткені уақыт өтіп кетті. Мінекей қараңыздар, уже 6 минут болып кетті. Сол достар. Ал достар, мен бітірдім осындай қылдырып. Енді басқаша да қылдырым, ол да уақытта. Бәрін терезе қылдырдым. Енді ішін көрейік. Мен әлі бөлмеге бөлген жоқпын достар. Өкінішке орай. Так, осы жерге осындай қойдым, полын осындай қылдырдым, жоғарысында осындай қылдырдым. Мана сіздерге айтқам, екінші этажын салайын деп, сіздер по-любому сал дейсіздер, сондықтан осылай қылдым. Енді мына жерде бүйтіп қойдым. Бұны неге бүйтіп қойдым десеңіз, мына пешті мына жерге неге қойдым. Себебі бұл жерде мына жатқанда жылылық берсін деп, кішкене идеалный. Мына жерде сундукты қойдым, и ортасына верстак, және сундук верстак, и мына жерде пеш. Үйді жылытып, неге факелді, осындай керемет үй достар. Енді тағы мен не істейін, қандай не жасайын, барлығын комментарийға жазыңыздар достар. Ал достар, осыны видео аяқталды. Видеоны болса достар, лайк басуына жазылып қолдап отырайық. Енді комментарий тағы айтайын, комментарий не салайын, бәріңіз жазыңыздар. Барлығын салам, және де екінші этажын салайын ба, соны да жазыңыздар. Достар, осыны видео ақтады. Видеоны лайк басарына жазылып қолдап отырайық. Сіздермен бірге болған мен Махат Гизет. Достар, қош, сау болыңыздар.